Японияда Хиросима фажасы курбанларының хатырасыны андалар. Матем тәдбірі сульх мемориал бақчасында кечті. Ерле вақыт бойынша саат 8:15 дақыға кечкенде Сукунет даққасы илан етілді. Айны шу вақытта 72 ел әвелісі Хиросима узеранды патлав юз берді. Америка бомбарданның шәрге бала атом бомбасына атқан еді. Тәдбірде Япония баш назиры Синдзо Абе шәр башы ве Япония кеметінің темселжилері иштирак етті. Бұның еле дүнияның 80 мемлекетінден келген дипломатлар. 1945 сенесі августа ұлған фажа нәтижесінде Хиросимада 140 бин инсан, Нагасакиде 74 бин инсан әлек олды. Бүгін бұ өзек селянын арби құлануының екені вақасыдыр. Бомбаларны екенжі жан жанкының сонunda Америка Қошма Штатлары Японияның капитуляциясының тезлештірмек үшін атқан еді. Япония үкіметі өзек ве өзексіз девлетлер арасында көпір оларақ çalışmalı ve Япония анаясында қайдылынған пацифизмны көстермелі. Өзек селесінің ясақ етілмесі аққында беянамені әмелге кечірмек үшін. Дүниямызны өзек селесіндан темізлемек үшін. Әм өзек селесі олған, әм өзексіз яшаған девлетлерінің іштірағы ләзім.